Балалық шағымнан ерекше есте қалған сөздердің бірі әпшу берші. Бұны естімеген қазақ баласы жоқ шығар. Ата әжелердің тарапынан бұл сөз құлаққа жиі шалынатын. Сол кезде бұл сөздің мағынасын ұғынғым келетін. Бұл үлкендердің еріккеннен жасаған әрекеті ме әлде өзіндік мағынасы бар ма? Интернет парақшалардың бірінде жазылғандай бұл сөздің биология жағынан өзіндік терең мән мағынасы бар екен. Оған көп адамдар көңіл бөле бермейді. Бұл сөз негізі 1-4 жас аралығындағы сүндетке отырмаған ұл балаға айтылады. Оның мағынасы сүндеттелмеген бала дәретке отырғаннан соң жыныс мүшесінің ұшындағы кесілмеген еттің арасында зәрдің кішкене мөлшері қалады. Одан тазаланып тұрмаса, арты инфекциялық ауруларға алып келуі мүмкін. Ата әжелеріміз айтпақшы, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде. Аурудың алдын алу мақсатымен қазақ әпшу берші сылтауымен зәрден тазалап тұрған. Бұл арқылы киімді де былғамай таза ұстаған, яғни гигиена жағынан өзіндік хикметі бар. Сол себепті ата әжелеріміз немерелері кіші дәретке отырып болғанда шалбарын көтерместен бұрын әпшу берші деп сұрап, шүмегінің ұшын тартып, аш екен ғой деп өтірік болсын бір жақсылап түшкіріп жатады. Қазақтың бұл әдеттері мен әрекеттері сүндеттің айналасынан тамыр алады.